Сәлем достар, бүгінгі видеода осындай жылы комбинезон тігетін боламыз. Ең алдымен біз өлшемдерін алып аламыз. Осы сызбадағыдай обхват груди, обхват талия, обхват бедер, одан кейін мойын айналымы, длина изделия, мойын мен иықтың қосылған нүктесінен комбинезонның ұзындығы, одан кейін қол ұзындығы, қолдың айналымы, тізенің айналымы сияқты басты өлшемдерімізді алып аламыз. Сол өлшемдерді жазып алып, матамызды осылай екі бүктеп қойып, линейканың көмегімен осылай біздің длина изделия комбинезонымыздың ұзындығын екі түзу сызық сызып шығамыз. Сол сызықтың бойымен пішетін боламыз. Бұл жерде бірінші мойынды шығарамыз. Мойын айналымын 6-ға бөлгендегін жазамыз. Артқы бөлігі. Одан кейін иықты қарасаңыздар, иық ұзындығы 8 см болды. Астына қарай 2 см түсіп, қиғаш иықтың ұзындығын сызамын. Одан кейін обхват грудиді, обхват талия, обхват бедер бәрін 4 бөлікке бөліп, оған свобода облегания 2 см-ден қосып шықтым. Негізі кеңірек болғанын қаласаңыздар 3 см немесе 6-7 см-ге дейін қоса берулеріңізге болады. Артқы бөлігін осылай ойып алғаннан кейін алдыңғы бөлігіне тура осылай копировать етіп қоямыз. Тек қана мойын айналымын 6-ға бөлгендеге тағы да 1 см қосып, астына солай мойын ойындымызды оямыз. Одан кейін планка алдына 2 см-дей етіп сызып қоямыз. Кейін қолтық ойынысында кішкене ойыңқырақ етіп кесіп аламыз. Бірақ негізі бірінші рет тігіп жатқан болсаңыздар, лучше макетный ткань керек емес матаға бірінші жасап алыңыздар, балаға киіндіріп көріңіздер, одан кейін дұрыс болса уже кәдімгі матаға қойып кесіп уже тіге берсеңіздер болады. Мен негізі бұл комбинезонды кішкене 2 см свобода облеганияға кішірек алып қойған сияқтымын. Негізі 4 см-ден алған дұрыс деп ойлаймын. Мен осы комбинезонның алдына осылай қалта жасау үшін түзу сызық сызып алып, екінші бетіне де осылай өткіздім. Бірдей болу үшін планкасын сызып, қазір қалтаның формасын сызып шығып жатырмын. Одан кейін соның бәрін сызғышпен өлшеп, келесі біздің қалта жасайтын матана сол өлшемдерді сызу арқылы қалтамыздың формасын кесіп алып, осы алдыңғы бөліктеріне бірінші қалтамызды тігіп шығатын боламын. Міне қазір алдыңғы бөлігіне біз қалтамызды тікпес бұрын бірінші осылай қол кіретін жағын 0,5 мм-ге қайырып, осылай бастырып тігіп шығамыз. Одан кейін 0,5 мм-мен қайырып отырып, бормен белгіленген жерлеріміздің бойымен қалтамызды бастырып тігіп шығатын боламыз. Келесі кезек біздің комбинезонымыздың алдыңғы бөлігін осылай оверлоктап шығатын боламыз.
Одан кейін оверлокталған жерге замокты қою үшін біз мойын ойынысынан 1 сантиметр тігіске қалдырып, астыға қарай осы планканың сызылған бойымен замогымызды булавкамен қадап аламыз. Одан кейін осы замокты тігіп шығамыз. Мына жерде бізде қалта болғандықтан замогымызды жауып, қарасаңыздар видеода осы қалтаның басталатын, аяқталатын жерін бормен белгілеп алып, тура сол бойымен бірдей болып шығу үшін қалтаның бойымен белгіленген жерді сәйкестендіріп тігіп шығамын. Жауып тексереміз. Бәрі дұрыс шыққаннан кейін біз алдыңғы бөлікте замоктың асты жағын біріктіріп аламыз. Замогымызды тігіп болғаннан кейін біздің артқы бөлігіміз бен алдыңғы бөлігіміздің шеткі тігістерін, одан кейін аяғының арасындағы тігістерді осылай машинкамен тігіп кейін оверлоктап шығамыз, немесе сразу оверлоктап тігіп шықсаңыздар да болады. Тігіп болғаннан кейін біздің замогымыздың ұзын бөлігін кесіп алып тастап, одан кейін замокты ары қарай шешіліп кетпес үшін тігіс жүргізіп, соңында артық жерлерін қиып алып тастаймыз. Енді замогымызды ашып, біз алдыңғы оң бөлігінен жаңағы тігілген замогымыздың үстінен тағы да бастырып, 0,5 мм деп бастырып тігіп шығатын боламыз. Иығымыздың бөліктерін оверлокпен қосатын боламыз. Комбинезонымыздың артына беліне мен осындай кулиска жасап жатырмын. Ол матамызды ұзындығы 15, ширинасы 4 см етіп кесіп алып, осылай екі жанынан тігіп, ішіне резинка енгізіп жатырмын. Бұл кішкене артын жинақы етіп көрсетеді. Резинкамызды осылай екі жағынан тігіп қоямыз. 10 см резинка, 15 см кулискаға тіктім. Келесі кезек біз комбинезонымыздың астыңғы балағын осылай 2-2,5 см етіп қайырып тігіп шығамыз. Тек кішкене тікпейтін орын қалдырамыз. Ол жерден резинка кіргізіп, резинкамызды тігіп, кейіннен барып тігіспен жауып шығамыз. Бұл жерде резинканың көлемін баланың аяғына орап, кішкене қыспайтындай, оңай кірейтіндей етіп өлшеп алып кесу керек. Бұл жерде біз иығын тікпей жатып, мен осылай қолтық ойынысын проймасын өлшеп алған болатынмын. Менде 31 см шықты. Ол бізге жеңді жасау үшін қажет болады. 31-ді 3-ке бөлгенде осы сызылған жерге дейін онда 3 см болды. Одан кейін бізде обхват рук деген бар. Қолымыздың айналымын өлшейміз. Бұл жерде спортивный киім болған үшін кеңірек қып 30 см алып 2-ге 15-15-тен екі жағына сызып, осылай жең жасап шығардым.
Одан кейін жанында бізге капюшон үшін біз осылай комбинезонымызды қақ ортасынан қойып өлшеп аламыз. Менде 18-5 болды. Осылай 18-5 етіп сызып алып, астына 5 сантиметр түсіп, 2 сантиметр тағы да алдына капюшонның добавить етіп, оны қазір біз оверлоктап 2 сантиметр етіп қайырып тігетін боламыз. Бұл жерде капюшон без подкладки бір қабаттан тұрады. Осылай бір-біріне қаратып, қазір тігіп оверлоктап шығамыз. Одан кейінгі алды жағын оверлоктап 2 сантиметрге қайырып тігіп шығамыз. Жеңімізді қазір кесіп аламыз. Жеңнің ұзындығын барлығын өлшем бойынша жасадым. Одан кейін бұларды да біріктіріп тігіп шығамыз. Кейін комбинезонға қосатын боламыз. Мына жерде мен уже капюшонды тігіп жатырмын. Қазір оверлоктап аламын. Дайын болған капюшонымызды осылай артына кішкене отсечка жасаймыз. Центрін тауып мойнымыздың капюшонымыздың ровно артқы бөлігін бір-біріне қадап алдына дейін осылай тігіп шығатын боламыз. Сол тігілген бөлігімізді оверлоктап шығып, осы тігілген оверлоктанған бөлікті біз комбинезон бөлігіне қарай қайтарып 0,5 мм көлемінде бастырып сыртынан тігіп шығатын боламыз. Артық замок, артық маталардың бәрін қиып алып тастаймыз. Міне осы жерде оверлоктап қойдым. Мен капюшонның тігілген бөлігін енді сыртынан қарасаңыздар комбинезон бөлігіне қарай қолмен дұрыстап отырып, осылай бастырып тігіп шығатын боламын. 5 мм көлемінде. Осылай көрінетін болады. Ендігі кезек бізге жеңімізді орнықтыру қажет. Ол үшін тоже жеңнің үстіңгі бөлігінен отсечка жасап, иықтың тігісімен қосып аламыз. Астыңғы бөлігін қолтықтың тігісімен қосып аламыз. Жеңіміз бізде проймадан кішкене 1-2 сантиметрге дейін үлкен болуы мүмкін. Оны осылай қолмен реттеп отырып тігіп шығатын боламыз. Тігілген бөлігімізді оверлоктап шығамыз. Екі жеңімізді де одан кейін қолымыздың астыңғы бөлігін тоже оверлоктан өткізіп алып, дәл балағымызды қалай жасадық, солай 2 сантиметрге қайырып, кішкене отверстие қалдырып тігіп шығып, ішіне резина орнататын боламыз. Сонымен біздің комбинезонымыз тігіліп бітті. Сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басыңыздар, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.